Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тілі сабағынан сіздерменен өтетін жаңа тақырыбымыз ағзаның дабылы деп аталады. Сабағымыздың оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану, жанрлық және де стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайды, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолданады. Жанрлық және де стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолданып, шынайы өмірмен байланыстырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазады. Дабыл. Дабыл деген кезде есімізге бірден не түседі? Балалар, олай болса, дабылдың дауысын тыңдап көрейік. Балалар, біз осындай дауыстарды өмірде жиі естиміз. Мәселен, өрт болған жағдайда, не болмаса қандай да бір жол көлік апаттары, қандай да бір жер сілкіністері, не болмаса табиғи апаттардың орын алған сәттерінде осындай дабылдарды жиі естіп жатамыз. Яғни бұл қауіптің төнгендігін білдіреді. Дәл осындай дабылды біздің ағзамыз да береді екен. Ол қалай жүзеге асады? Ағзамыз өмірдегідей, жаңа біз естіген сияқты дауыс шығармаса да, қандай да бір іс-әрекеттің, не болмаса болып жатқан көріністің нәтижесінде, ағзамызда болып жатқан өзгерістердің нәтижесінде біз организмімізде дабылдың болып жатқандығын байқаймыз. Ал ол қандай дабылдар? Осы сұраққа жауап алу үшін мәтінді мұқият тыңдаймыз. Ағзамызда түрлі үдерістердің тоқтаусыз жүріп жатқанын білесіз бе? Қандай да бір ақау бола қалса, оны дереу ретке келтіру үшін ағзамыз бізге хабар беріп, көмек сұрайды. Егер де сол көмекті уақытында көрсете алсаңыз, денсаулығыңыз да мықты, көңіл күйіңіз де көтеріңкі болмақ. Атап айтсақ, терінің құрғақтығы. Бұл ағзада Е дәруменнің жетіспеушілігін білдіреді. Оның орнын толтыру үшін күнделікті ас мәзіріне жаңғақ, балық майы менен өсімдік майын қосыңыз. Шаш пен тырнақтың сынғыштығы ағзада В дәрумендер тобы мен кальцийдің аздығынан хабар береді. Ал олар дәнді дақылдар менен ботқалардың құрамында молынан кездеседі. Қызыл еттің қанауы С дәруменінің жетіспеушілігін аңғартады. Ол пияз бен сарымсақтың, жеміс-жидектердің құрамында көп кездеседі. Ұйқысыздық магний мен калийдің аздығы салдарынан болады. Бұл микроэлементтердің сары өрік, абрикос, қара өрік пен қызылшаның құрамында жеткілікті. Аяқ-қолдың тартылуы. Бұл да калий мен магнийдің аздығынан болады. Жоғарыда айтқан өнімдерді көбірек тұтыныңыз. Шынтақ терісінің тілімденуі. Бұл ағзада А және де С дәруменінің жеткіліксіз екенін білдіреді. Ал олар барлық қызыл сары түстес көкөністер мен жемістердің сәбіз, асқабақ, қызанақ, абрикос, сары өрік тағы да басқа құрамында бар. Тұздыға құмарту. Бұл ағзада қандай да бір инфекцияның пайда болғанын немесе қуық несеп жолының қабуынан хабар береді. Тәттіге құмарту. Бұл жүйке жүйесінің жұқарғанын білдіреді. Демек, ағзаға дереу глюкоза қажет. Мұндайда бал немесе шоколад көмектеседі. Пістеге құмарту. Ағзада антиоксиданттардың жетіспеушілігін білдіреді. Қышқылға құмарту. Өт қабы мен бауырдың жұмысын жақсарту үшін лимон мен мүкжидекті ас мәзіріне қосу керек. Ащыға құмарту. Асқазан ішек жолдарындағы жайсыздықтан хабар етеді. Ағзаны тазарту керек. Теңіз өнімдеріне құмарту. Ағзада йод тапшылығын білдіреді. Балалар, бұл мәтіндегі барлық ақпараттар Массагет KZ сайтынан алынған екен. Осы
мәтіннен қандай ақпараттарды білдік? Тапсырма. Мәтіннен мысал келтіре отырып, сұрақтарға жауап беріңіз. Өз ойыңызды 4-5 сөйлем мен тілдік құралдарды тиімді қолдана отырып жеткізіңіз. Өз ағзаларыңызда жаңа бір сырқаттың басталып келе жатқанын сезесіздер ме? Дәрумен жетіспеушілігін сезсеңіздер, қандай шара қолданасыздар? Дескриптор. Сұраққа дәлелді жауап жасады, тілдік құралдарды тиімді қолданады. Жақсы балалар, әдеби тіл нормалары өткен сабақтарға шолу жасау мақсатында бірнеше жауапты тест сұрақтарына жауап берейік. Интонацияның негізгі қызметі қандай? Сөйлемнің құрылымдық ерекшелігі, іс-әрекеттің орындалу ерекшелігі, мазмұнның өзгешелігін ажырату, тыныс белгінің дұрыс қойылуы, әртүрлі эмоцияларды ажырату, сөйлеу қарқыны. Интонация ұғымына не енеді? Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, сөйлеу сазы, лепті сөйлем, жай сөйлем, екпін. Кідірістің түрлерін анықтаңыз. Грамматикалық, екпін, грамматикалық, логикалық, сөйлеу сазы, психологиялық, логикалық, психологиялық, психологиялық, сөйлеу қарқыны, логикалық, дыбыстың құбылуы. Өзіңді тексер айдары бойынша сұрақтарға қаншалықты дұрыс жауап бергенімізді тексерейік. Интонацияның негізгі қызметі мазмұнның өзгешелігін ажырату, әртүрлі эмоцияларды ажырату. Интонацияның ұғымына сөйлеу сазы мен екпін енеді. Кідірістің түрлері грамматикалық, логикалық және психологиялық. Жақсы балалар, енді келесі тапсырма. Мәтіндегі негізгі мәселені анықтаңыздар. Логикалық екпін түсіп тұрған сөздің не тіркестің алдына тік сызықша белгісін қойып жазыңыздар. Дескриптор. Негізгі мәселені анықтайды, логикалық екпін түскен сөзді ажыратады. Кері байланыс. Көзіңізбен не көрдіңіз, құлағыңызбен не естідіңіз, жүрекпен не сездіңіз? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы өз ойымызды қысқаша түрде қорытындылап жеткіземіз. Үйге тапсырма. Сөйлемдердің құрылысын үлгі бойынша өзгертіп, оқылым мәтіннен бірнеше кеңес жазыңыздар. Түпнұсқа мәтінменен өздеріңіз құрастырған сөйлемдегі кідірісті салыстырыңыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.